Бірінші рет көріп отырған 8-ші сынып оқушыларына сабақ беру қалай болады екен? Және де ол сабақ егер 35 педагогтың алдында, көз алдында өтетін болса. Осындай тәжірибемен бөлісемін сіздермен. Жақсы, сәлеметсіздер ме? Менің есімім Нұржан Елубайұлы болады. Нұржан Елубайұлы. Сіздермен ендіке таныса жатармыз. Мынау видеоны не туралы болып жатыр? Көксерекке ойлайсыңдар. Жақсы. Көксерекке байланысы бар, ол өйткені қасқыр туралы. Бірақ та бұл фильмде жалпы көксеректе қалай болушы еді? Сендер басын көрдіңдер, бір оқыдыңдар ғой, біріншісін оқыңдар. Не болады онда? Көксеректі не істейді? Бала үйіне әкеледі, сонда болады, ал мына неде клипте керісінше. Бала қасқырдың қолында болады, қасқыр өсіреді бұл жерде. Жақсы. Жақсы, көксерек бізде қасқыр, сонымен қасқыр туралы біз не білеміз? Мен сіздерге бірнеше сурет дайындап қойдым. Қасқыр туралы не білеміз? Қасқыр еркіндікті жақсы көреді. Қасқыр еркіндікті жақсы көреді, жақсы. Тағы не білеміз? Қасқыр қақтығыстан жақсы. Қасқыр қақтығыстан қайтпайды. Олар қайтпайды, аяғына дейін барады. Не өледі, не жеңеді, Тағы? Бар ма? Айтатындар. Жақсы, қараңдар. Қасқырлар біріншіден олар ешқашан бір жұппен өмір бойы болады, сонымен кетеді. Олар екінші жұп құрмайды. Жұп дегеніміз білеміз, пара. Екінші, олар бір рет қана бөлтірікті ұтуады, бітті. Одан кейін бөлтірік болмайды оларда. Күшіктемейді екіншіден, бір рет күшіктейді, ол бір жұптар. Одан басқа бізде қазақтарда не? Бұрынғы қазақтарда байрақта не болды бізде? Қасқырдың суреті болды, Керісінше, мұна жаңа кім айтты, еркіндікті жақсы көреді, және де қасқырды циркте кім көрді? Арыстан болады, жолбарыс болады, басқа аңдар болады, үйретуге болады, бірақ циркте қасқырлардың болуы екіталай. Өйткені олар еркінді жақсы көреді, олар қолға үйренбейтініне. Мұнаған байланысты не білесіңдер? Не істейді ал мына қасқыр? Аяғы қақпанда. Кете алады ма бұл? Кете алмайды. Сендер қалай ойлайсыңдар? Кетеді ме, кетпейді ме? Қақпанға ұстауында бітті қалады. Бұл егерде аңшы білеміз, аңшы деген кім? Охотник, аңшы тез-тез келіп оны ұстамаса, ол не істейді? Аяғын үзеді, және де аяғын тістеп үзеді, және қашып кетеді. Және де тағы бір ақпарат, ол мысалы қасқырлар түйелерге тиіспейді екен. Ал бізде көксерек аяғында не істейді? Түйеге тиіседі дейді, Міне, көксерек сендер мынаны көрдіңдер, көксеректі не істеді? Асырады бірінші, ол етті жақсы көреді, ол ауылда не істеді? Барлығы көксерекке тиісті, Адамдар да ұрды, иттер де талады, басқа дүние болды. Аяғында көксерек сендердің бірінші мәтіндерің бойынша, ол не істеді? Қашып кетті. Ақырында кетті, ол міне қасқырлармен қосылды. Енді не істеп жатыр? Көксерек нені жеп жатыр? Қой, сиыр, және жылқыларды жеп жүр енді. Аяғында міне кәдімгі үлкен арлан болды. Құрмаш оны күтті, бірақ көксерек болған жоқ, Енді кеттік. Сонымен, сабақтың бізде тақырыбы көксерек, оның авторы кім? Мұхтар Әуезов болатыны. Мынау фильмде естерінде болса, мынау фильмдегі көксеректің құрмаштың рөлінде ойнайтын бала. Бүгінгі сабақта сонымен біз неше сөз үйренедік еміз? 8 жаңа сөз үйренеміз, оны не істейміз? Жазамыз, дәптерлерге немесе тағы бір тапсырмалар жасаймыз. Келесі, оқимыз. Негізгі мәтін бізде оқуға байланысты болады. Келесі, сұрақтар қоямыз, сұрақтарға жауап береміз. Сосын сөйлесеміз, жақсы. Барлығы неше сөйлем айту керекпіз? Барлығымыз 8 сөйлем айту керекпіз ең соңында. Сонымен, мына сөздердің қайсысын білесіңдер, мүмкін білесіңдер? Қай сөзді білесіңдер, қай сөзді білмейсіңдер? Бапта жай, бұл қаржылық откармливать, төлем.
Өттіңдер ма? Жоқ. Қиянат. Жоқ. Қаншама? Сколько немесе көп деген мағынаны береді. Улы? Ят дұрыс айтасыздар. А улы? Ядовитый, иә? Алып. Үлкен. Үлкен деген мағынада. Алып, жоқ, жортық. Немесе азық. Жақсы, біз көбін білмейміз. Яғни осы сабақтың аяғында біз осы 8 сөйлеммен не істеу керекпіз? Ой. Осы 8 сөйлеммен сөйлем құрастыру керекпіз. Сөздермен. Ребята, мұнан сендер қазір тез сөздікке жазу керексіңдер. Мынау кішкене басқаша болғаннан кейін нетті қазір көмектесе, мен сендерге аударып отырамын. Жақсы, сөздікке көшіріп аламыз. 2 минут беремін, жетеді ма 2 минутта? Балалар сөздіктерге қатесіз жазамыз, иә? Әрбір әріпті өйткені біз қазір тапсырма жасаған кезде қайда қараймыз? Сөздікке қараймыз және де есімізде сақталып қалу керек. Бәріміз болды ма? Кеттік. Қараңдар, әлемдегі ең талантты адамдар не істей алған? Бүкіл концентрацияны бір неге жинай алған, бүкіл зейінін бір нәрсеге. Сендердің қазір естеріңде сақтап қалатындарың осы 8 сөз, осы 8 сөзді сөйлем айту. Иә? Қайтадан оқып шығалып, атының? Әрсен оқы қойып. Баптар, төлім, қиянат, қаншама, ұлы, алып, жұрты азық. Жақсы, сендер сөздіктеріне қарап отыруларыңа болады? Кім? Сен көшіре қой, кімнен көшіре қой, дәптеріңді. Жақсы, мен қазір суреттер көрсетем, дәл осы 8 суретті, жоқ, мына қыздар, көшірсін. Дәл осы суреттерге сөздерге байланысты сурет көрсетем. Сендер қай сөз екенін табу керексіңдер. Жақсы, бірінші бастайық. Қандай сөз? Сөздікке қарауларың болады. Қандай сөз? Жоқ, сенде жаңа сөздер қасқыр. Күні? Жоқ. Жорыту, әрине. Бежать, средний рысью. Келесі, екінші тұрған. Улы, әрине, улы деген сөз. Келесі. Азық. Келесі. Ой. Қандай сөз? Қиянат дұрыс айтасың. Келесі. Қаншама, әрине, қаншама деген сөз. Келесі. Ал, мынау сөз. Мен ойлаймын, бұл неудачный сурет шығады. Төні. Мынау төні, яғни әрине сурет тұр. Келесі. Баптау. Жақсы, баптау. Және де алып. Жақсы. Мынау алып деген сөз. Сонымен, дәптерімізді ашамыз, күнді жазамыз. Ақпанның 22-сі сынып жұмысы бізде сабақтың тақырыбы Көксерек Мұхтар Әуезов. Bir minut үлгереміз жазып, тез жазасыңдар ма? Кеттік. Сонымен, дәптерімізді ашамыз, жаңағы сөздікке қарап отырып жазып шығуларыңа болады. Әріптер шатастырылған, дәл сол сөздер. Жақсы? Дұрыс жазамыз тек қана. Сөздікке жаңа жазған сөздер, бірінші тапсырма жазамындар. Жақсы, біздер қыз уақыт болғандықтан аяқтайып жаза беріңдер тез-тез. Қараңдар, мұндай екі дұрыс жазылған сөзге бір ұпай беріледі. Барлығы 4-ақ ұпай. Мынау бір ұпай, бір ұпай, бір ұпай, бір ұпай. Жақсы? Жазып болдық па? Болсаңдар, дәпкерлерімізді алмастырамыз. Тексереміз, бір әріп қате болса да, оны қате деп есептейміз. Барлығы 4 ұпай, 8 сөз. 2 дұрыс жазылған сөз, 1 ұпай. Егерде 5
сөз дұрыс болса, яғни 2,5 ұпай ғана бересіңдер. 2-де 5, иә? Тексердік пе? Ұпайды балалар поляға жазамыз. Қарындашпен поляға жазамыз. Ұпайын поляға жазамыз. Бірінші сөйлемді құрастырып көріңдерші, міне мына қара немен жазылған сөздер, не? Сөздер. Қандай? Не болды? Қасқыр болды. Көксерек қандай қасқыр болды аяғында, иә? Келесі. Екінші сөйлем, міне мына көктер. Мына жерде күнде не бір малды істеді. Қандай сұрау сөйлем? Ау? Малика. Күнде не істеді? Малды күнде не істеді? Бір қайда қалды? Бір малды болады, иә? Жақсы? не істеді? Күнде бір малды не істеді? Жақсы. Келесі. Балаға не түнді? Иә, балаға не түнді? Сұрақтар түсінікті ме? Келесі. Құмаш. Көксеректі құмаш баптады. Қашан баптады? Өйткені баптады бізде етістік, иә? Келесі, Әрсен? Қасқыр күнде қиянат жасады. Түсінікті ме? Қиянат дегеніміз не еді? Злоупотребление. Баптады? Иә. И төнді? Иә, және қасқыр, анда жаңа сөздер жоқ бізде. Қазір қараңдар, сендерде мына мәтін беремін, мен қазір таратып беремін. Дәптерге жазасыңдар, дәптерге жазғанда қараңдар, жазасыңдар, маркер жоқ па? Дәптерге жазасыңдар, үшінші тапсырма дейсіңдер, бір, и мынаның ішіне сөздерді жазасыңдар, бір сөзді ғана жазасыңдар. Екінші, текстті көшірмейміз. Түсінікті? Мәтінді түсініп оқимыз. Мәтінді түсініп оқимыз. Кімге керек? Тақтадан көрулеріңе болады, немесе міне мұндан қарауларыңа болады. Мәтінді түсініп оқимыз, және де сөздерді қойып шығамыз. 6 минут болса жетеді ғой. Мәтінді түсініп оқимыз, және жаңа сөздерді қойып шығамыз мәтіннің ішіне. Балалар, ұпайы көрсетілген. Қазір әр дұрыс жауапқа керісінше 2 ұпай беріледі. Сондықтан мәтінді дұрыстап түсініп оқимыз, иә? Балалар, сіздер бірінші рет істеп тұрғаннан кейін әрине, яғни ұпайға және тым уақыт тығыз болып жатқандықтан кішкене ыңғайсыздық туындап жатуы мүмкін. Бірақ та осымен тоқтайық, иә? Қазір ары қаратай мәтінді толық түсініп алу үшін бірге айтып шығайық. Қазір дәпкерлеріңізді алмастыра қойыңдар. Дәпкерлеріңізді алмастырамыз, қараңдар. Мұнда 8 сөз қойылған, иә? Неше ұпай? 16 ұпай. Бір сөз неше ұпай? Иә, бір сөзге 2 ұпай береміз. Қазір дәпкерлерімізді тез алмастырамыз. Бұл жерде енді шартты түрде ғана қазір ұпайларды қойып шығамыз. Бірінші сөз қандай сөз? Қандай қасқыр болды? Бағдарлама? Баптаған қасқыр болды. Сендерде? Қаншама қасқыр болып кетті? Өне жоқ. Өсті. Өссе қандай болады ол? Алып қасқыр болды. Балалар, мына жерде алып қасқыр болды болу керек. Уақыт әрине тығыз болды, мүмкін түсінген жоқсыздар мәтінді. Келесі, екінші. Оқиға. Екінші сөз? Қиянат етті. То есть етті делать. Күнде бір малды, если было малға, онда қиянат етті болушы еді. Ән жерде малды не істеді? Асыл етті. Кім айтты? Асыл етті. Иә, мына жерде асыл етті. Тексереміз. Келесі. Үшінші? Қысқасы қаншама? Қаншама малды жеді. Келесі. Төртінші. Сондықтан адамды қарумен қорқытты, ол қорықпады.
Нені берді, бірақ қасқыр жемеді? Не берді? Дұрыс айтады. У берді. У берді, бірақ ол жемеді оны, иә? Жемеді. Келесі. Айда ғой. Көксерек азық іздеп бүгін көп не істеді? Не істеді? Жортты. Сөйлемнің аяғы әдетте ол етістік болар көбінесе, себебі баяндаушы, иә? Көп жортты. Келесі 6-шы. Балаға қауіп. Қауіп дегеніміз не еді? Опасность. Жоқ, төнді. Мына сөз тіркесін есімізге сақтаймыз, словосочетание. Қауіп төнді. Ол сол күйінде қолданылады. Қауіп төнді. Төнді. И келесі жанымызда тұрған. 7-ші. Көксеректі күшік кезінде баптаған. Мына жерде баптаған. Кім баптаған? Құрмақ баптаған, жаңа суретте көрдік, иә? Келесі қасқыр балаға не жасады? Мына жерде қиянат жасады. Тексереміз және де ұпайын қоямыз. Қарай қойыңдар. Кім оны бірдемені қалдырып кетсе қарап шығамыз. Міне, қай жерде қандай сөз? Әрбір жауап үшін 2 ұпайдан қоясыңдар, поляға жазамыз. Жақсы? Есте санаймыз және де жаза қоямыз. Жаздық па? Әрсен болды. Болды? Келесі. Дәптерімізді аламыз. Өзіміздің дәптерімізді аламыз. Поляға жаздық қой. Өзіміздің дәптерімізді аламыз. Кеттік. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырма сонымен. Көксерек қандай қасқыр болды? Қандай қасқыр болды? Қандай? Көксерек мейірімсіз. Жоқ, жаңа мәтін бойынша. Жаңа сөздерге байланысты. Алып қасқыр болды. Келесі күнде бір малды не істеді? Не істеді? Азық етті. Оны азық етті. 3-ші, балаға не істеді? Жоқ, балаға. Бала емес, балаға. Қиянат істеді, ол қиянат жасады. Ой, балаға не істеді? Балаға не төнді? Не төнді? Жаңаға сөз тіркесі. Қауіп төнді. Құрмаш көксеректі қашан баптады? Қашан баптады еді ол кез? Қашан? Ол кішкентай кезінде, яғни күшік кезінде, иә? Қасқыр кімге қиянат жасады сонымен? Балаға қиянат жасады. Жақсы, кеттік. Әр сөйлемге бір-бір сөйлем айтайық. Жаңа сөздерге байланысты. 8 жаңа сөзге, иә? Қандай болды қасқыр? Қандай болды? Алып болды. Келесі, ол не істеді? Әрсен. Нені азық етті? Малды азық етті. Жақсы. Келесі. Қаншама малды не істеді? Жеді. Дұрыс айтасың. Келесі. Уды не істеді? Берді, бірақ ол не істеді? Жемейді оны. Келесі. Много или долго қалай болады қазақша? Қаншама жортты, немесе көп жортты, иә? Азық іздеп, бүгін көп жортты. Келесі. Не төнді? Кімге? Балаға қауіп төнді. Және де қашан баптаған? Кішкентай кезінде, яғни кім баптады оны? Құрмаш баптады. Және де ең соңында не істеді? Қиянат жасады кім? Қасқыр. Не жасады? Қасқыр кімге? Балаға қиянат жасады. Жақсы? Қазір қараңдар. Есімізге сақтадық?
Келесі тапсырма сендерде 6-шы жазбаша әр сөйлем үшін 2 ұпай аласыңдар. Жаңағы сөйлемдерді жазып көріңдер. Жақсы? Бастаймыз. Неше қалып қойды? 2 қалды. Неше қалды? Ол. Жақсы. Сіздердің дәптерлеріңізді мына жаққа берсем. Ұпайын неге әр дұрыс жазылған сөйлем болса, нені ұпайын қойып берсеңіздер. Я, дұрыс жазылған сөз 2 ұпай. Тағы кімнің дәптері қалды? Немесе кел, сен жауап сұрақ қой, бір-бірден сұрақ қойыңдар, қалғандарым жауап берсін. Жақсы, келе бар. Қасқыр кімге қиянат жасады? Кімге? Қасқыр балаға қиянат жасады. Жақсы, келесі кім сұрақ қояды? Кел. Кез келген бір сөзге байланысты қиянатты біз қолдандық. Келесі сөздерге байланысты сұрақ айда ғой. Қасқырын не жеді? Қасқыр азық жеді. Жақсы, келесі. Келе бар. Орнында айта берсін. Айта бер демесе, я сөздерін айта бер. Орнында, с места. Айта бер. Көксерек үсті не қасқыр болды. Қандай болды? Қандай болды? Алыс болды ол. Аяғында ішті. Келесі. Қасқыр балаға не істеді? Не істеді? Қиянат біз қолдандық. Келесі. Тағы қандай сұрақ бар? Мынау қолданылды. Қасқырға? Сұрақ. Не? Не берді? Не берді? У берді. Сендерден? Давай, но. Бала. Не төнді? Қауіп не төнді? Не төнді? Қауіп. Дұрыс айтасың. Қауіп төнді. Яғни де баптаған қалып қойды, иә бізде? Күн сұрасы, ал сұрасы. Қасқыр балаға не жасады? Баптаған болу керек. Қасқырды қай кезінде баптаған? Иә, қашан бала тұрмақ оны баптаған? Күші кезінде баптаған болатын. Сіздерде дайын ба ұпайлары? Балалар өздерің тауып алыңдар дәптерлеріңді, мен өйткені қазір. Сіздер де бере қойсаңыздар дәптерлерді балаларға. Берді. Балалар, өз дәптеріңізді алаңыз, енді қараңдар. Поляда жазылып тұр сендерде ұпайлары. Санаймыз. Санаңдар, барлық неше тапсырма болды, барлығының ұпайын қосыңдар. Неше ұпай шығады қарай қойыңдар. Бізде күнделікте 10 ғана ұпай бар, иә? А менде неше? 36. Ол 36 қалай күнделікте көрініс табады? Қарай қойыңдар, тез-тез. Барлық тапсырма. Барлығын қосамыз. Бірінші 4 ұпай болды, сосын барып 16, одан кейін 16. Барлық 36. Hala жазбаған ба? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12, значит, бұнда неше? 12, 14, не? 12, мысалы, кімнің ұпайы 12, 14, 18, иә? Қай жерге келді ме? 5 ұпай яғни алады бұл жерде, иә? Келесі. Түсінікті ме? 20 неше? 24. Яғни күнделікте одан 7 деген ұпай болады. Мынау түсінікті ғой? Ұпайларымыз санады? Жақсы. Сонымен, біздің 9-шы бөлім қалай аталады? Дұрыс айтады. Биологиялық түрлілік, жойылып бара жатқан жануарлар. Жақсы. Көксеректі адамдар атып тастауы дұрыс па? Оны аяғында өлтірді, иә? Көксерек жоқ. Ал біздің бөлім бойынша оларды өлтіру дұрыс па мұны? Өлтірген. Дұрыс неге дұрыс?
Дұрыс емес. Неге дұрыс емес онда? Неге дұрыс ол? Я және де не істеді? Адамдардың малын жеді. Ал неге дұрыс емес дейсіңдер? Өйткені ол азайып кетеді деп қорқамыз. Бірақ та қараңдар, қалай ойлайсыңдар? Көксерек тек қоян, елік, маралды аулап жеуіне болар ма еді? Тек жабайы жануарларды, адамның қой, сиырға тимесе. Болады ма олай өмір сүретін етуге? Болады. Ал не қалай ойлайсыңдар? Неге көксерек адамдардың малына тиісті? Неге ол қоян жеп, басқа елікті, маралды жеп жүрген жоқ? Неге ол қойды, сиырды қалай ойлайсыңдар? Мал көп болды, жақсы, сосын бірінші вариант не болуы мүмкін? Көксерек не істеді? Адамдардың ортасында болды, адамдар оны не істеді? Тепкіледі, ұрды, тек қана көп құрмаш жақсы көрді. Екінші вариант не болуы мүмкін? Көксерек оны кек сақтады, сондықтан малдарын жедік. Екіншіден мүмкін оны несінен, отбасынан тартып алды, оның ата-анасын, яғни өлтірді де, оның өзін, яғни осылай қолданды. Рахмет сендерге. Көріскенге өте қуаныштымын. Тамаша. Мынандай сыныпта сабақ беруге мен де қуана сабақ берер едім. Сау болыңыздар.